Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге карамельный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып пікір қалдырып отырыңыздар. Карамельный пирог бұл өте дәмді пирогтардың бірі. Сонымен бастаймыз. Бөлек ыдысымызға алдымен жұмыртқамызды жарамыз. Қантымызды салып және еріген майымызды құйып, бір араластырып аламыз. Елеп алған ұнымыздың үстіне бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Осындай песочный қамыр шығатын болады. Енді целлофанға салып, холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Тынған қамырымызды алып, формамызға қолмен жаймалап жайып орналастырып шығамыз. Менде форма 26 см. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін вареный сгущенкамыздың үстіне қаймақ қосамыз. Мен 20% қаймақ қостым. 2 жұмыртқа және 2 ас қасық кукурузный крахмал қосуды ұмытпаймыз. Және блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Барлығы жақсылап араласқаннан кейін сұйық масса шығуы керек. Енді осы дайындап алған сұйықтығымызды қамырымыздың үстіне құямыз. Шет-шетін осылай кішкентай қасықтың көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. 170 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут қойып пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Шығара салған бетте бірден тұруға болмайды. 2 сағат уақытқа қойып, әбден суытып барып турасаңыздар, өте жақсы туралатын болады. Дәмі ерекше, шаймен ішкенге өте керемет пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенемін. Қазір бір кусогын кесіп көрсететін боламын. Барлық жері теп-тегіс әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Оңай әрі тез дайын болатын пирог. Қонақ келгенде жасасаңыздар да, болмаса балаларға жасап берсеңіздер де, бұл пирогты балалар өте жақсы көріп жейді. Сіздермен қоштаспаймын. Алдыда әлі де неше түрлі тағамның рецептерін салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт.